Сәлеметсіңдер ме оқушылар, класс KZ порталына қош келдіңдер. Бүгін біз сендермен бірге 4-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен сабақтарымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қоршаған ортаны қорғаймын, жіктеу есімдіктерінің септелуі. Олай болса, оқушылар, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жіктеу есімдіктерінің септелуімен танысу, жіктеу есімдіктерін септеп үйрену. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабағымыздағы өтілетін ережемен таныс болып алайық. Оқушылар, алдыңғы сабағымызда жіктеу есімдігін өткен болатымыз. Жіктеу есімдіктеріне мен, сен, сіз, ол, сен, біздер, сендер, олар деген жіктеу есімдіктері жататын еді. Осы жіктеу есімдіктері жіктеледі, септеледі деп айтқан болатымыз. Кәнекей оқушылар, сендерге жіктеу есімдіктері мен, сен, ол сөздерін сендерге септеп үйретейін. Ең бірінші мен. Ол атау септікте тұр. Ілік септікте менің, барыс септігінде маған, табыс септігінде мені, жатыс септігінде менде, шығыс септігінде менен, ал көмектес септігінде менімен. Дәл осы секілді сен есімдігін септейік. Атау септігінде сен, ілік септігінде сенің, барыс септігінде саған, табыс септігінде сені, жатыс септігінде сенде, шығыс септігінде сенен, ал көмектес септігінде сенімен болып септеледі деген оқушылар. Енді ол есімдігін септейік. Атау септігінде ол, ілік септігінде оның, барыс септігінде оған, табыс септігінде оны, жатыс септігінде онда, шығыс септігінде одан, көмектес септігінде онымен болып септеледі деген оқушылар. Кәнекей оқушылар, есімдіктердің септелуіне мұқият назар аударып, естеріңе сақтап алыңдар. Және де қазақ тіліндегі 7 септікті, олардың сұрақтары мен жалғауларын естеріңе түсірдіңдер деген ойдамын. Олай болса, жіктеу есімдігінің септелуіне байланысты тапсырмаларды орындауға көшейік. Бірінші тапсырма: мәтінді оқы, қарамен жазылған есімдіктерді өзара салыстыр, оларға сұрақ қойып, қай септікте тұрғанын айтыңдар. Ең алдымен оқушылар, тапсырманы орындамас бұрын мәтінді бірге түсініп оқып алайық. Мәтіннің тақырыбы гүлді жұлма ботам. Бір күні әжем жүре ғой ботам, жалбыз теріп келейік деді. Жалбыз деген немене деп таңырқай қалдым. Ол дәрі жасайтын өсімдік, көлдің маңайындағы ойпаңда өседі. Барған соң көресің. Әжем айтқан жерге келдік. Жалбызды маған көрсетіп өзі тере бастады. Менің көзім жайқалып тұрған түрлі түсті гүлдерге түсті. Қызығып кеттім де бір-бірлеп үзіп тере бастадым. Әжем көріп, гүлді көкті жұлмайды балам, солып қалады, қатыгездікке барма ботам деді. Мен мән бермей гүлді тере бердім. Бір кезде әжем қасыма келді. Уысымдағы гүлдерді қолыма алып сабағынан тамып тұрған тамшыны көрсетті. Міне, көремісің, гүлдер жылап тұр ғой деді. Біздің қандай жазғымыз бар, неге тиесің деп жылап тұрғандай көрініп кетті маған. Мен гүлдерді аяп кеттім. Жұлғаныма өкініп тұрдым. Оқушылар, көрдіңдер ме? Мәтінде берілген балақай секілді сендер де өсіп жайқалып тұрған гүлді жұлушы болмаңдар. Сонымен оқушылар, мәтінді түсініп оқып алдық. Олай болса, қарамен жазылған менің, мен, маған деген есімдіктерге сұрақ қойып, қай септікте тұрғанын анықтаңдар. Тапсырманы орындап болсақ, онда тексерейік. Менің көзіме жайқалып тұрған түрлі түсті гүлдерге түсті. Кімнің көзі жайқалып тұрған түрлі түсті гүлдерге түсті? Жаңағы қыздың, яғни оқушылар, менің сөзі кімнің деген ілік септігінің сұрағына жауап беріп тұр екен. Демек, оқушылар, менің деген есімдік ілік септігінде тұр екен. Келесі мен,
бұл оқушылар кім деген сұрақ қояды екенбіз? Бұл атау септігінің сұрағы екен. Яғни мен атау септігі. Келесі маған сөзіне кімге деген сұрақ қояды екенбіз? Кімге? Бұл септіктердің ішінде барыс септігінің сұрағы еді оқушылар. Демек, мұндағы менің есімдігі кімнің сұрағына жауап беріп, ілік септігінде тұр. Мен кім сұрағына жауап беріп, атау септігінде тұр. Маған есімдігі барыс септігінде тұр. Өйткені ол барыс септігінің кімге деген сұрағына жауап беріп тұр екен. Жарайсыңдар оқушылар, бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Олай болса, келесі тапсырмаға назар салайық. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына жіктеу есімдігін тиісті септік жалғауына қойып, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Кәнеки оқушылар, тапсырма түсінікті болса, онда орындауға көшейік. Тапсырманы орындап болсақ, онда тексерейік. Жалбыз наурыз айының аяғында өсе бастайды. Ол дымқыл, шалғынды жерлерде көп кездеседі. Оның дәрілік маңызы зор. Оны бүйрек ауруына, суық тигенде ем үшін қолданады. Мен ауырғанда оның тұнбасын іштім. Жалбыз маған ұнайды. Мұндағы оқушылар ол және мен сөздері оқушылар атау септігінде тұр екен. Атау септігінде жалғау болмайтын еді. Және оқушылар ол және мен кім деген атау септігінің сұрағына жауап береді. Оны нені деген сұраққа жауап беріп, табыс септігінде тұр екен бұл сөз. Оның ненің сұрағына жауап беріп, бұл есімдік ілік септігінде тұр екен оқушылар. Жарайсыңдар, бұл тапсырманы дұрыс орындай алдыңдар деген ойдамын. Олай болса, келесі тапсырмаға назар салайық. Үшінші тапсырма. Жіктеу есімдіктерін сұрақтардың ыңғайына қарай өзгертіп жазыңдар. Кәнеки оқушылар, мұнда септіктердің сұрақтары берілген екен. Жіктеу есімдіктерін осы сұрақтардың ыңғайына қарай еске түсіре отырып, өзгертіп, келесі сөзбен байланыстырып жазып шығыңдар. Тапсырманы орындап болсақ, онда тексерейік. Жіктеу есімдіктерін сұрақтардың ыңғайына қарай былайша өзгертіп жазады екенбіз. Онымен кездесу. Кіммен кездесу? Онымен. Мұндағы оқушылар онымен деген сөз, ол кіммен деген сұраққа жауап беріп, көмектес септігінде тұр екен. Киесі оған тағылады. Мұнда оқушылар оған сөзі неге деген сұраққа жауап беріп, бұл сөз барыс септігінде тұр екен. Яғни оқушылар берілген неге сұрағы барыс септігінің сұрағы еді. Келесі маған ұнайды. Кімге ұнайды? Маған ұнайды. Бұл сөзде оқушылар кімге сұрағына жауап беріп, барыс септігінде тұр екен. Келесі сенің киімің. Кімнің киімі? Сенің. Мұндағы оқушылар сенің деген, яғни септеліп тұрған жіктеу есімдігі кімнің сұрағына жауап беріп, ол ілік септігінде тұр екен. Келесі мені таппады. Кімді таппады? Мені таппады. Мұндағы септеліп тұрған жіктеу есімдігі мені кімді сұрағына жауап беріп, табыс септігі болып тұр екен. Яғни оқушылар кімді сұрағы ол табыс септігінің сұрағы еді. Келесі одан көлемдірек. Неден көлемдірек? Одан. Көріп тұрғанымыздай оқушылар одан деп септеліп тұрған жіктеу есімдігі неден сұрағына жауап беріп, шығыс септігінде тұр екен. Яғни оқушылар неден, кімнен деген ол шығыс септігінің сұрағы еді. Және соңғы саған бармақшы. Кімге бармақшы? Саған. Мұндағы септеліп тұрған жіктеу есімдігі саған кімге сұрағына жауап беріп, барыс септігінде тұр екен. Яғни оқушылар кімге және неге деген сұрақ ол барыс септігінің сұрағы еді. Жарайсыңдар оқушылар, септіктердің жалғаулары мен сұрақтарын еске түсіре отырып, бұл тапсырманы дұрыс орындай алдыңдар деген ойдамын.
Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің бүгінгі сабағымызда жіктеу есімдіктерінің септелуімен таныстыңдар. Сендерге оқушылар мен, сен, ол деген жіктеу есімдігін септеп үйреткен болатынмын. Тағы бір рет септеу үлгісін қарап, естеріңе сақтап алыңдар. Сонымен қатар оқушылар, сендер жіктеу есімдіктерін септеп үйрендіңдер. Жарайсыңдар оқушылар. Менің бүгінгі сабағым ұнады деген ойдамын. Келесі сабақта жүздескенше аман сау болыңдар. Класс KZ порталымен бірге болыңдар.